Маған керегі лауазым емес, қазақ халқының бірлігі мен жерінің тұтастығы. Ол арманыма жеттім. Елім, жерім орнында. Бұл ұлт үшін отқа түссе күймейтін, суға салса батпайтын, рухы мұғым тау тұлға Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтің сөзі. Рас, ол өзі ойлаған ұлы арманына жетті. Өзі аңсап өткен елдің тұтастығы мен ұлттың бірлігіне кейінгі буын ұрпағы жетті. Баяғыда шетте ауып жүрген аз қазақтың хас тұлғасы Оспан Батыр қазақ үшін шайтанмен де тіл табысуға барам деген екен. Осындай өр рух иелері аз болмаған. Кешегі тұтас ұлтты уысында ұстамақ болған Кеңес империясының басшысына батыл қарсы тұрып, дәлелді уәжі мен тойтарыс бере білген Жұмабек Тәшеновтің талай ерлігі бүгінгі ұрпақтың санасына рухани азық болары сөзсіз. Адамның іс-әрекеті қиын қыстау тура шешуші сәттерде өзінің отанының позициясын ұстанып, өзінің патриоттық мінезін көрсетуі бұл Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтің бейнесін біздің көз алдымызда алатаудай асқақтата береді. Ол кісі енді комсомолдан бастап қызметін бірнеше жаңағы аудандық жер қатынастары бөлімінде, облыста жаңағы атқару комитетінің орынбасары, облыстық атқару комитетінің төрағасы сияқты қызметтер атқарып, содан қызметтік карьерінде бұл кісі сол кездегі тілмен айтқанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болған бірнеше жыл. Онан кейін Қазақстан үкіметінің, яғни министрлер кеңесінің төрағасы болды. Бұл кісінің шын мәніндегі үлкен ерлік істері тура осы республикалық масштабта қызмет етіп жүрген кездеріне тап келеді. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 1915 жылы Ақмола облысының Аршалы ауданы Танагүл ауылында дүниеге келген. Ақмола құрылыс техникумын бітірген соң қызметтік жолын аудандық атқару комитетінің хатшылығынан бастайды. Облыстық жер бөлімі бастығының орынбасарлығынан облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазақ ССР министрлер кеңесінің төрағалығына дейін үлкен лауазымды қызмет атқарады. Тәшенов осындай жауапкершілігі жоғары қызметте отырып, артына аңыз болып қаларлықтай қазаққа ізгі жақсылықтар жасап кетеді. Сол 50-ші жылдардың аяғында Кеңес одағының басшылығына Никита Сергеевич Хрущев келген кезде оларда мына жаңағы Қазақстанның үлкен ауқымды территориясы бұларға көптеу көрініп, оны шағындау керек. Қазақстанның солтүстігіндегі 5 облысты қазақ жерінен сөгіп бөліп алып, бұны Ресей Федерациясының құрамына қосу керек. Ал енді мына батыс жақта еліміздің ол кезде енді Гурьев облысы деп аталады. Соған қарайтын қазіргі Маңғыстау түбегін тұтасыменен Түркменстанға беру жөнінде, оңтүстікте Қазақстанның бірнеше үлкен аумақтарын Өзбекстанға қосу жөнінде үлкен жоспар жасалған. Сол мақсатпен жаңағы арнайы адамдар жіберіп, осы жақта соның бәрін дайындатқан кездері болған. Соны осы мәселені жаңағы шақырып алып, Жұмабек Ахметұлымен сөйлескен кезде ол кісі былай деп айтқан. Бұл жаңағы жерді аумақтарын бөлу, қосу сияқты мәселелердің бәрін жергілікті билікпен, жергілікті өкімет орындарымен санаспай, тікелей Мәскеуден, орталық комитеттен шеше беретін болса, онда Совет одағының конституциясын, Қазақстанның конституциясын жою керек. Ал оны біз жоймайтын болсақ, ол жерде таңба басқанда етіп жазылған. Мына аумақтың бәрі Қазақстанның өзінің меншігі, оның өзінің құқығының аясында деп жазылған. Ондай жағдайда бұның бәрін жою керек деген уәжді сөзіменен Хрущевтің бетін қайтарған. Сол тұста кеңес үкіметінің тізгінін ұстаған Хрущев
сталиндік саясатты сынға алып, өзінің ұстанымын нығайтуды көздегені анық. Хрущев Тәшеновтің батыл қарсы шыққан сөздеріне қызуғандылықпен шешім шығарып, оны бірден қудалауға амалы да жоқ еді. Тарих қашанда өз жұмбағын жасырып қалады емес пе? Бәлкім сол уақытта Тәшенов басын бәйгеге тігіп, жердің тұтастығын, елдің бірлігін сақтап қалуға ашық түрде қарсы шықпаса, тарихтың дөңгелегі басқа арнаға бұрылып кетер ме еді? Тыңмен байланысты, солтүстік өңірге ағылған басқа ұлт өкілдері қазақ тіліне, қазақ әдебиет мәдениетіне қысым жасап жатқанды көзімен көрді. Қадыр қалымша солар қарсы тұрды. Яғни Тәшеновтің жер үшін күрескені, Тәшеновтің тіл үшін күрескені, ол аяқ астынан шығарған кездейсоқ емес. Оның тамыры тереңде жатыр. Оның тамыры Алаш қозғалысында жатыр. Оның тамыры одан да арғы замандарда жатыр. Исатай Махамбеттер замандарында жатыр. Тәшенов сол күрестің, сол қайраткерліктің жаңа жағдайдағы жалғасы, соның белсенді атқарушысы, сонысымен халқымыздың рухын, оптимизмін, сенімін жоғалтырмады. Қайраткер тұлғаның аңызға айналған ерліктерін қайталап айтып, ұрпақ санасында жаңғырту біздің рухымызға рух қосатын үлкен өнеге. Шын мәнінде тоталитарлық жүйеге қарсы шығу ол уақытта екінің бірі істей алмайтын ерлікпен пара-пар еді. Белгілі академик Ермұханов бұл туралы 60-шы жылдардың бас кезінде Никита Хрущев Қазақстанның 5 облысын тың өлкесі деп аталатын құрылым арқылы тікелей орталыққа бағындырып, іс жүзінде қазақ жерін күштеп бөлшектеуге жанталаса ұмтылған кезде республиканың аумақтық тұтастығына айтарлықтай қатер төнген еді. Бағымызға қарай, осы сәтте Хрущевтің буынсыз жерге пышақ салған ұсынысына өжет басшы Қазақ СССР министрлер кеңесінің төрағасы Жұмабек Тәшенов батыл қарсы шықты. Ақыры, одақ басшысының бұл даурықпа дәмегөйлік пиғылы жүзеге аспай қалды деп жазады. Жұмабек Тәшенов 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан тарихының, оның қиыншылығы мен қайшылығының жиынтық тұлғасы. Өйткені осы өз заманында Тәшенов биліктің шырқау биігіне де көтерілді. Және ана жүйенің әділетсіздігінің кермек дәмінде татып алды. Бұл отар елге, тәуелді елге тән құбылыс. Өйткені өз тағдырыңды өзің шешпеген уақытта, өзіңнің таңдауың болмаған уақытта сенің танымал әйгілі ұлдарың, қыздарың осындай тағдырға ұшырап жасады. Енді екінші жағынан Жұмабек Тәшеновтің орнын, парқын, нарқын білу үшін біз сол замандағы біздің тарихымызға әлемдік биіктен қарауымыз керек. Осы 20-шы ғасырда Азия деген құрлық, біздің азиялық мемлекетпіз ғой енді, екі рет оянды. Бірі 20-шы ғасырдың басында Қытайда айтайық, Сун Яценнің революциясымен 1911 жылғы, Орта Азия мен Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліспен Азия оянған еді. Кейін метрополияның, империялардың күшпен, зорлықпен, тұншықтыруымен қайттан біз өзіміздің отаркиімізге түстік та, осы отаркиден ояну екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алды. Мәселен, Индия 1947 жылы азаттыққа шықты. Қытай 1949 шықты. Осының бәрін көріп отырған қазақ қоғамы, оның ойшыл көреген ұл-қыздары серпіліп жасалмай тұра алмады. Тәшеновтың Мәскеуге қарсы шыққаны, жерді беруге келіспегені, тіл үшін күрескені әлемде отар елдердің оянып жатқанын білгендіктен, және Қазақтан да саны аз, жері аз елдердің, Албания сияқты елдердің өз алдына саясат жүргізе бастаған көргендіктен өмірге келген құбылыс. Тәшенов құбылысын біз білуіміз үшін тек қана Қазақстанның биігінен қарамауымыз керек, оған әлемде болып жатқан, отар елдерде болып жатқан әсіресе өзгерістермен, жаңалықтармен байланыста қарауымыз керек. Адам пендесінің кейде үлкен абырой мен биік мәнсапқа құл болып кететіні бар. Ондайды қазақ көзіне шел бітті деп сөгеді. Бұндай пендешілік қай заман, қай ғасыр болса да кездескен. Жұмабек Ахметұлы дәл осындай пиғылдан өзін аулақ ұстаған. Оның дәлелі
тарихтың бетінде мәңгіге таңбаланып қалған үлкен ерліктері. Түлкі заманның талай бұлаңында жолдан таймаған, ұстанымға берік биік болмыс иесінің рухына қайран қаласыз. Иногда он рассказывал про свою работу. И Кейде ол өз жұмыстары туралы айтып қалатын. Совет министрі болған кезде көп жұмыс істеді. Жоғарғы басшылармен үнемі тартыста болды. Өйткені ол қашанда өз дегенімен жүретін. Егер өзінің көзқарасы дұрыс болса, оны түбіне дейін жеткізетін. Өзіне жақпаған, көзқарасына қайшы келген іске қарсы тұрды. Бір жолы әкемді Хрущев Мәскеуге шақырып, бізге ауыл шаруашылық министрлігіне тағайындайтын адамды ұсынады. Сонда ол, бізде білікті агрономдар жетерлік, өзіміздің кадрлар тұрғанда, мен сіздің ұсынысыңызға қарсымын деп батыл сөйлейді. Хрущев әкемді ұлтшыл деп айыптаған. Кейін әкемді үлкен қызметінен алып тастағандағы себебі де ұлтшыл деп айыптағандығы. Шын мәнінде ұлтшыл емес еді. Өзге ұлттардан достары өте көп болды. Ол ұлттық кадрлардың көптеп өсуін қалады. Үнемі жас қазақ мамандарды іздеп, өсіріп отырды. 1960 жылы 26 қаңтарда Тәшенов үкімет басшылығына келе салып, бір аптаның ішінде 12 қазақ жігітін үкіметтің жоғары лауазымды қызметтеріне тағайындады. Бұл әрине бірден кеңес басшылығына ұнамаған әрекет еді. Осы үшін де қатты назарға ілігеді. Талай тартыста өз ұстанымнан қайтпаған даңқты перзент еш тайсалмастан бірінші, екінші хатшылыққа қазақтарды жолатпау заңдылыққа айналды. Бұл қазақтарды көзге ілмегендік, сенімсіздік таныту деп батыл пікір білдіруі де тектіліктің нышаны болса керек. Ол бәрінен бұрын ұлтын сүйді. Оның алдында 3 таңдау тұр еді. Қарабасының қамын жеп, жағымпаздықтың дертіне шалдығып, биік мәнсаптың құлағын ұстау ол үшін оңай шаруа еді. Ол бұндай пасық ойға ешқашан берілмеген жан. Тәшеновті саяси қайраткердің тарихтағы орнын бағалау, ол бірден ізі суымай жатып болмайды. Жалпы саяси қайраткердің шын мағынасында үлкен биіктен көрінгенін отар елдің әсіресе түсіну үшін ол ел отарлықтан құтылып азаттыққа жету керек. Өйткені азат ел ғана барын бар деп, жоғын жоқ деп бағалай алады, түсіне алады, біле алады. Ал анау Тәшенов заманында Мәскеудің идеологиясы, партияның КПСС-тің өктемдігі жүріп тұрғанда Тәшеновтің ерлігін дөп басып тану қиынға соғады. Біз Тәшеновке енді оралып атқанымыз, мына азаттығымыздың, тәуелсіздігіміздің біздің санамызды ашқаны, біздің ұлттық тарихымызға басқаша ұлттық мүдде биігінен, мемлекеттік мүдде биігінен қарай бастағанымыз. Сөйтіп біз Тәшеновке қайтадан оралып жатырмыз, Тәшеновті жаңаша түсініп жатырмыз, Тәшеновтің шын бағасын, әділ бағасын енді беруге көшіп жатырмыз. если бы он был карьеристом, действительно, промолчал бы, сказал, да. Егер ол мәнсап құмар болса, бәріне бас изеп, үнсіз келісе берер еді ғой. Ну, его, конечно, Жоғарғы қызметінде қала беретін еді. Жоқ, не очень ол ондай болған жоқ. Әрине, оны қызметінен алған кезде, оның жұмысына жоғарғы жақтың көңілі толмаған деген бұйрықпен босатқан. Сөйтіп, облыстық атқару комитетінің төрағасының орынбасары етіп, Шымкентке жіберді. Әкем сонда өмірінің соңына дейін тұрды. Халық құрметтейтін, бағалайтын. Әкем 60-қа толғанда зейнетке шығарды. Әлі де көп жұмыс атқаратын күш қуаты бар еді ол кезде. Ол қарап отыра алмайтын. Зейнетке шыққан соң Қаракөл ғылыми зерттеу институтында жұмыс атқарды. Кейін ғылыми техникалық институттың директоры болып, өмірінің соңына дейін қызмет атқарды. Тәшеновтың сансыз ерліктері көзсіз батырлық емес, әккі саясаткерге тән ұстаным екенін аңғару қиын емес. Қандай кездесуде болмасын, ойлы пікірімен талайды тәнті еткен. Елдік мүддені қорғап қалу ол үшін ең басты мәселе болды. Көш бастаған азаматтың білгірлігі мен шешендігі, ойлылығы мен тереңдігі туралы да аңызға айналған талай ісі мәңгілік тарих болып қалған. Енді ол кісінің бір сондай тапқыр тұстары өте көп. Тағы бір есіме түсіп отыр.
1959 жылы 1 қазанда Қытай Халық Республикасы өзінің құрылғанының 10 жылдық мерекесін атап өтеді. Соған Совет одағынан арнайы делегация шақыртады. Оған жаңағы Никита Сергеевич Хрущев бастап жаңағы Бейжіңге барады. Соны кім Мао Цзэдун өзі қарсы алады, салтанатты қабылдаудың ішінде әңгімелесіп отырғанда жаңа сөзден сөз шығып кетіп, сіздер енді мына Кеңес одағынан келдіңіздер, біз мына ұлы Қытай еліміз деп мақтанады. Сонда жаңағы Хрущев айтады, бізде жаңағы осы маркстік, лениндік идеялардың негізі бізде қаланған деген әңгіме айтады. Сол кезде айтады, біз жаңағы жүзеге осыны асыруға үлкен еңбек сіңіріп жатырмыз деп. Сол Мао Цзэдун айтады, есесіне Қытай коммунистерінің саны көп қой деп. Сол кезде Хрущев ештеңке деп жауап бере алмай қалады, не дерін білмей. Сонда жаңағы Жұмабек Ахметұлы сөзге араласады да, ең алғаш революцияны жүзеге асырған Кеңес одағы. Және Қытайдағы осындай төңкеріс болып, революция болған кезде ең алғаш қолын созған сол Кеңес одағы болатын. Сондағы жаңа коммунистік партия болатын деп тапқырлықпен сөз тастап жібереді да. Соны ана Мао Цзэдун ештеңке айта алмай қалады. Сөйтсе артынан Хрущев арқасынан қағып айтады дейді. О, Жұмабек Ахметович, оказывается, вы марксист деп айтады дейді жаңағысы. 1956 жылы партияның 20-шы съезінде Сталиндік репрессия құрбандарын ақтау туралы маңызды мәселе көтерілді. Сонау қасіретті 37 жылдың қақпанына түскен ұлт арыстарын ақтау туралы комиссияның төрағалығына Жұмабек Тәшенов сайланады. Міне, сол тұста жазықсыз жаламен атылып кеткен арыстарымыз ақтала бастады. Бұл ұлт рухын оятқан үлкен оқиға еді. Алаштың арыстары ақталмай тұрған тұста Алматыда үйсіз-күйсіз жүрген Мағжан Жұмабаевтың жары Зылиха Құрманбай қызына пәтер алып беруі жүректі кісінің ғана қолынан келетін шаруа еді. Много писателей, артистов было. Көп әртістер мен жазушы, зиялылар, өнер адамдары сол кезде пәтерсіз жүрді. Жазушылар одағына тізім жасауды тапсырады. Сөйтіп, мына қазіргі Қабанбай Батыр көшесі мен Қонаев көшесінің қиылысындағы салынған үйді түгелдей қазақ зиялыларына беріп жібереді. Әрине, бұған соңынан арыз жазғандар да болды. Қазақтарға пәтер берді дегендей, бұл мәселе үлкен дауға да ұласқан. Өмірі мен қызметтік жолы қым-қиғаш қайшылықтың ортасында өткен Тәшеновтың тағы бір айтулы еңбегі ұлт басылымын аман алып қалуы. Ұлтқа деген махаббаты қандай алынбас қамал болса да, соны бұзуға итермелеп тұратындай. Бүгінде Алматының талай тарихына куә болған Абай даңғылының қасиетті атын мәңгілікке өзгерместей етіп шегелеп тасталуы да Тәшеновтың ерлігі екенін біреу білсе, біреу білмейді. Ұлт әдебиетінің жаршысы болған қазақ әдебиетінің тағдыры қыл үстінде тұрғанда ақырып арыша түспесе не болар еді? Сонда жаңа газеттің бас редакторы Қасым Шәріпов деген ақсақал сол жерде айтады, егер партия солай шешім қабылдаса, мына Егемен Қазақстан Қазправданың аудармасы болып шығатын болса, мен соған бас редактордың орынбасары ретінде қол қоятын болсам, мен өзімді керемет бақытты сезінер едім деп айтып жібереді. Сонда ашуланып ызасы келген Жұмекең айтады, бұл басылымды ашқанда сен емессің, жабатын да сен емессің. Отламай тыныш отыр деп жаңағы дереу басып тастаған көшеді. Осындай нәрселер арқылы мына Қазақстандағы ұлт тіліндегі басылымдардың шығуын қамтамасыз еткен, соны сақтап қалған ғой. Осындай ерліктері Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтың есімін біздің жүрегімізде ғасырдан ғасырларға қарай өшпесте қалдырады деп ойлаймын. Қайрат күші тасқындап тұрған Тәшеновтың арманға толы көкірегі ұлт перзенттерін ардақтау жолында да талай күреске жетелейді. Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігінде 5 бірдей талант иелеріне тартысқа түсіп жүріп, КСРО халық әртісі атағын алып бергені бар. Бірақ сұрапыл соғыста Рейхстагқа ту тіккен батыр ұлға лайықты бағасын әпере алмай кеткені жүрегінде сыз болып қалғанда шығар бәлкім. Ол ішінде ашық күрес танытты.
Я помню, он рассказывал. Он хотел... Маған бір айтқаны есімде. Ол Қошқарбаевқа Кеңес одағының батыры атағын алып бермек болған. Жоғарғы кеңестің президиумында мәселе көтерген. Рейхстагқа ту тіккенін растау үшін Григорий Булатовты да шақырады. Ол растайды. Сол кезде Антонов деген бір маршал болған. Ол да жоғарғы кеңестің мүшесі екен. Ол Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккені үшін Ленин орденімен марапатталған. Ал екінші рет тағы да марапат алуына болмайды деп үзілді кесілді қарсы келеді. Одан кейін әкем ЦК-ның екінші хатшысы Терещенкоға барады. Ол жарайды, Қошқарбаевқа әперейік дейді. Бірақ оны да сол кезде қызметінен босатқан еді. Одан кейін де әкем қызметінен кетті. Сөйтіп, бұл мәселе қалып қойған еді. Ат үстінде жүрген азаматтың отбасылық өмірін ұлт мүддесі алдында екінші орынға сырып қойса да, сәулелі ұрпақ өсіруге уақытын аямаған. Түн жарымында үйге оралып, бала шағасына саңлау уақыт тауып, ізгілік пен ұлт туралы әңгімесін айтып үлгерген. Алдында қыруар шаруа күтіп тұрса да, ұрпақ тәрбиесін биік бағалаған. Когда помню, был маленький, мы жили в Петропавловске. Папа работал председателем. Петропавлда тұрған кездерімізді есіме алсам, ең бір есте қалған жарқын күндердің бірі. Ол кезде әкем облыстық атқару комитетінің төрағасы еді. Күн түн демей жұмыс істейтін. Тіпті түнгі 3-4-ке дейін жұмыста болатын. Кейде түнгі сағат 2-де үйге келсе, біз қуанатынбыз. Мен алғаш мектепке барғанда, қауырт жұмыстан әкеміз босай алмағандықтан, нағашы ағам апарған еді. Меня повел в первый класс не он, а дядя, брат мамы. Ұлт мүддесі үшін биік мінбеден ашық пікір шайқасына түскен Тәшеновті қызметінен төмендетіп, оңтүстік Қазақстан облысына жібереді. Қашанда ізгілік пен ақиқат жолынан таймаған тұлғаның ол жақтағы ерлік істері де аңызға айналған. 1965 жылы осы оңтүстік Қазақстан облысындағы Ащысай полиметалл комбинатында бір қызық жағдай қалыптасады. Бұл комбинат сол 1927 жылдан бері жұмыс істеп жатқан комбинат. Ұлы Отан соғыс жылдарында мынау совет әскеріне қорғасынан жасалған оқты берген осы комбинат болды. Ірі комбинат. Қорғасының әлемдегі ең үлкен қоры осы оңтүстік Қазақстан өңірінде болды. Сол Ащысай полиметалл комбинатында 60 жылдардың ортасына қарай өте жағымсыз жағдай қалыптасады. Ол неге байланысты деген уақытта сол полиметалл комбинатында көптеген жүздеген қазақ мамандары, инженер кадрлары, техниктер жұмыс жасайды. Өкінішке орай комбинат одақтық басқаруда болған. Москваға тікелей мынау түсті металл министрлігіне қараған. Соған байланысты Москва өзінің адамдарын қойған басшылыққа. Олар жергілікті халыққа байланысты, қазақтарға байланысты, қазақ мамандарына байланысты кемсінту саясатын жүргізген. Қазақтың жас жігіт инженер техник кадрлары жұмысқа барады. Алдымен жұмыс қалмайды, әуретеді. Содан кейін жұмысқа алынса, содан кейін оларды өзінің квалификациясына, кәсіби деңгейіне байланысты қызмет бермей, әуре сарсаңға салған. Кеңес одағы үстемдік құрып тұрған тұстағы ұлттық кемсіту саясаты ашық түрде жүргізілмесе де, іс жүзінде байқалып жататын. Талай жылдар бойы жалғасып келген бұл саясатқа алғаш болып қарсы тұрған Тәшенов жоғарғы билікті ойландырып тастағаны да рас. Сол кезде Шымкентте оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитетінің төрағасының орынбасары Жұмабек Тәшенов ағамыз екен. Содан енді бұл белгілі қайраткер, сол жігіттер өздері ақылдасып, осы Жұмабек Тәшеновтың алдынан өтейік. Ол кісі бізге қандай ақыл болса екен деп, Шымкент қаласында облыстық окомға келеді. Облыстық атқару комитетіне келеді. Сонда оларды Тәшенов қабылдайды. Тәшенов содан кейін қатпен танысып оқып шығады.
оқып шығады да айтады. Мына бір ескеретін жағдай. Мен қатты жақсылап оқып шықтым. Қатта көтерген мәселе маған таныс мәселе, мен оны түсіндім. Дейді айтады. Мынау біздің инженер кадрларымыз өсіп қалған екен қазақтардың. Өнеркәсіп орындарында істейтін. Мен соған қуанып отырмын дейді. Мына қойған мәселелерің әбден орынды мәселе, негізді мәселе, дәлелді мәселе. Сондықтан мен мынау сіздердің ұстанымдарыңызды, айтқан ойларыңызды қолдаймын дейді. Қашанда ақты ақ, қараны қара деп, дәлелді уәжбен өз ісіне сенімді болған Тәшенов саясат әлемінде тазалығымен ғана талайды жасқаған. Шымкенттегі оқиғаға араласып, істің ақ екеніне көз жеткен соң, қаймықпай тексеру ісіне сенімді болуы да адалдығының бір жемісі еді. Көп ұзамай алтынан комиссия барады. Көлебаев бастаған орталық комитет. Оған облыстық партия комитетінің 2 хатшысы кіреді. Содан үлкен комиссия барып тексеріп, сонда комиссия сол хатта көрсетілген фактілердің 100% дәлелді тура екендігіне көздері жетеді. Сол бойынша бүкіл Қазақстанға барлық өнеркәсіп орындарында тиесілі шешім қабылданады. Қазақ кадрларын, инженер кадрларды қолдау туралы, олардың мысалға жаңағы өз жолымен өндірісте өсуі туралы нақты шешімдер қабылданып, жалпы Қазақстандағы өнеркәсіп орындарына байланысты үлкен кәдімгі іргелі жағымды шешім қабылданады. Міне осы жағдайға байланысты айтқан болар едім. Міне егерде мынау жаңағы Әнуархан Аймен бастаған жігіттер, 43 инженер ең алдымен барып Жұмабек Тәшеновтың алдында болып, сол кісінің кеңесін алып, бұларға істейтін жұмысын анықтамаса, ол мәселенің шешілуі өте қиын болар еді. Біз осы арадан нені көреміз? Жұмабек Тәшеновтың біріншіден өте іскер адам екендігін, соның кейін кең ауқымды ойлайтындығын, ол кісінің мемлекеттік тұрғыдан ойлайтындығын, өте мынау кәдімгі өткір, мынау кемеліне келген мемлекет қайраткер екендігіне көзіміз жетеді. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов өмір сапарының соңғы жылдарын Шымкент қаласында өткізді. Қазақтың басына түскен талай қиямет қайым күндерде батылдығымен ұлтты, отанды, жерді, елді қорғап қалған қайраткер ғұмырының соңын ғылымға арнады. Ол ешқашанда сынын жоғалтпай, арғымақ ғұмыр кешкен қазақтың асыл перзенті. Тарих оған қарыздар. Қазақ мәңгілік оны ардақ тұтуы керек. Азаматтың аты азамат. Ол қай жерде жүрсе де, қандай қызметте де болса да, өзінің азаматтық қалпын сақтап, оңтүстік Қазақстан облысында өзінің іскерлігіменен, білгірлігіменен, көптеген қиын мәселелерді қолма-қол шешуіменен елдің арасында өте үлкен беделге ие болды.